Бұл менде болашақ панама болады. 4-ші күнгі бастама менде норка жібінен. Осындай өте әдемі түстің бірі. Бұл жіпті алғаныма мен бірнеше жыл болды. Түсі камерадан қазір нақты беріліп тұрған сияқты. Әдемі түстердің бірі, база түстердің бірі. Және бұл жіпті алғаныма менің 4-5 жыл болды. Осы түстен және қосымша бір карамельді песочный түс деуге болатын шығар. Сол 2 жіпті алған болатынмын. Ең бірінші мен не тоқып жатырмын, не тоқып бастадым айтып кетейін. Бұл менде болашақ панама болады. Өте қалың емес және жұқа емес, орташа. Міне қалыңдығы барлығы орташа деп айтуға келеді. Менің өзіме ыңғайлы, басыма жеңіл тұрады және жылуын да береді. Өйткені мен енді үйден көп шықпаймын, сыртта жұмыс істемегеннен кейін. Және Алматының қысына бізге қатты қалың шапканың да қажет жоқ. Бірақ соңғы осы қаңтар айының ортасынан бастап бізде аяздар басталды. Бірақ ол күндері енді алыс жолға шықпаймын. Сол себепті маған осы қыста ары қарай көктемде киіп кеткенге, орамалдың сыртына киіп кеткенге маған осы тығыздық жақсы. Мен бұның алдында бір панама тоқыған болатынмын. Қосымша фото салып кетемін. Бомбер кардиган тоқып, тапсырысқа тоқып жүрген кездері осы бомберді және қасына панамасын қосып тоқыған болатынмын. Қазір мен төбе, яғни шеңберден бастап тоқып жатырмын. Қосымша сіздермен схемасымен де бөлісіп кетейін. Өте маған ұнайды. Мен бұл схема арқылы подставка тоқыған болатынмын. Плейсмат деп айтуға да болады. Жаңағы тарелканың астына қойсақ та, шайнек, немесе кез келген ыдыстың астына қойсақ та өте әдемі көрінеді. Және ең қызығы, түстері бірдей. Ол плейсматты мен джут жібінен тоққан болатынмын. Кезекті бір влогтарда бөлісіп кеттім. Енді дәл сол түстен, бірақ жіп басқа, жаңағы панама тоқып бастадым. Осы түстер, өздеріңіз білесіздер, базалық түстің бірі өте маған қатты ұнайды. Енді 2 қабаттап тоқып жатырмын және қосымша бір ғана жіпті қостым. Және 4 мм-лік ілмек бізбен. Бұл жерде мен 3,5 мм-мен бастаймын деп ойладым, бірақ ендігі маған 4 мм-лік ілмек біз ұнап тұр қазіргі жағдайда. Және бұл норка жібі жуылған сайын жаңағы пух шығады, білесіздер. Сол кезде кішкене аралықтар толады деген ойдамын. Бұл жерде панаманы енді өзім ерекше үлгіде жасағым келеді. Егер жіп жетіп жатса, шарф ретінде, ал егер жетпейтін болса, онда кішкентай құлақша ретінде түсіремін. Қазір білесіздер, шапка мен үлкен өлшемдерге, яғни өзімізге арнап, шапканың төменгі жағында құлақша қазір трендте болып жатыр. Енді бұл жіптен менде барлығы 3 орам болған. Мен ендігі 2 орамнан бір бұйым аксессуар тоқып қойғанмын. Ол аксессуарды тоққаныма да біраз жыл болды. Қазір келесі видеода таныстырып кетейін. Міне менде норка жібінен тоқылған осындай шапка. Бұл бұйымның дайын болғанына қателеспесем 3 жыл көлемде осы сақталып тұр. Бұл шапка ендігі тарқатылады және орнына панама тоқысам деген жоспарым бар. Міне жаңа айтып кеткен шапка алдарыңызда. Осымен менің 4-ші күнгі бастамаммен де таныстыру аяқталды. Панаманы өзім асыға күтемін және маған ұнап жатыр қазір тоққаны. Бұл шеңберді схема бойынша тоққанның өзі ерекше. 1-2 қатарда ғана қайталанады екен, одан кейін ары қарай, яғни 1-2 қатар қайталанып тоқыла береді. Тек бұл жерде ілмек саны ғана көбейеді. Және шеңбер жасалу жолы да өте ерекше. Қарасаңыздар, дәл осы жаңа өзі жазылып тұрғандай идеальный круг болып тоқылады. Назарыңызға рахмет, пайдалы болсын. Ертеңгі 5-ші күнгі бастамада кездескенше сау болыңыз.